Айтпақшы, сіз бала күніңізде Мадагаскар мультфильміндегі Глорияны немесе ойыншық дүкендеріндегі жұмсақ, күрең түсті сүйкімді бегемоттарды, яғни су сиырларды көрген боларсыз. Адамзат жүздеген жылдар бойы бұл жануарды семіз, жалқау, шөп жеп судың ішінде жайбарақат жататын мейірімді мақұлық ретінде қабылдап келді. Бірақ жабайы Африка табиғатына барсаңыз, сізге жергілікті халық бір ғана алтын ережені айтады: арыстаннан қашсаң да су сиырдың жолына ешқашан тұрма. Статистикаға үңілсеңіз шок боласыз. Жыл сайын Африкада адамдарды ең көп өлтіретін жануар арыстан емес, қолтырауын емес, тіпті алып пілде емес. Бұл кәдімгі су сиыр. Олар жыл сайын 500-ден астам адамның өмірін қияды. Бұл акулалардың шабуылынан 100 есе көп. Олардың салмағы 3 тоннаға жетсе де, олар құрлықта кез келген олимпиада чемпионын оңай басып озады. Олардың азу тістерінің ұзындығы жарты метрге жетеді және олар қолтырауындарды кәдімгі шемішкі сияқты екіге бөліп тастайды. Ең қорқыныштысы, олардың терісінен қанға ұқсайтын қызыл тер бөлінеді. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз сүйкімділік маскасын жамылған, жер бетіндегі ең агрессивті, ең қатыгез әрі анатомиялық тұрғыда мінсіз жаратылған Африка құбыжығының нағыз бет-бейнесін ашамыз. Бүгінгі үлкен шығарылымда қанды тер феномені, су сиырдың терісінен неге қызыл түсті сұйықтық бөлінеді және ол медицинада қандай төңкеріс жасауы мүмкін. Су астындағы иллюзия. Неліктен су сиырлар мүлдем жүзе алмайды? Олар су астында қалай қозғалады? Жақ сүйектерінің терроры. 180 градусқа ашылатын ауыз және қолтырауындардың су сиырлардан өлідей қорқуының себебі. Шөпқоректі каннибал. Олар неге кенеттен өз қандастарын немесе ет жеуге көшеді? Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз зоопарктегі су сиырларға бұрынғыдай жайбарақат қарай алмайтын боласыз. Жануарлар әлемінде кімнің мықты екенін анықтайтын басты өлшем оның тістеу күші. Мысалы, адамның тістеу күші шамамен 160 қысым өлшеміне тең. Арыстандікі 650 қысым өлшеміне тең, ал су сиырдікі 1800 қысым өлшеміне тең. Бұл дегеніміз, олардың жақ сүйектері орташа жеңіл көліктің есегін қағаз сияқты мыжып, тесіп өте алады деген сөз. Бірақ су сиырдың аузындағы ең қорқынышты қару оның тістеу күшінде ғана емес, аузының конструкциясында. Егер сіз аузыңызды барынша үлкен етіп ашсаңыз, ол шамамен 45 градусқа ғана жетеді. Арыстандар 65 градусқа ашады, ал су сиыр өз аузын нақты 150-ден 180 градусқа дейін, яғни толықтай екіге айырып аша алады. Бұл оларға кез келген үлкен нысанды толығымен тістеп алуға мүмкіндік береді. Енді олардың тістеріне назар аударайық. Көптеген шөпқоректі жануарлардың тістері доғал, жалпақ келеді. Бірақ су сиырдың төменгі жақ сүйегінен ұзындығы 50 сантиметрге дейін жететін екі алып азу тіс өсіп шығады. Ол пілдің азуына ұқсайды. Бұл тістер тамақ шайнау үшін емес, тек қана өлтіру және шайқасу үшін жаратылған. Ең сұмдығы, бұл азу тістер үнемі өсіп отырады және бегемот аузын жапқан сайын төменгі азу тіс жоғары тіске үйкеліп, қайшы сияқты өзін-өзі қайрап отырады. Олардың тістері әрқашан қанжардай өткір. Африка өзендеріндегі Нил қолтырауындары зебраларды, бұғыларды, тіпті арыстандарды суға тартып әкете алады. Бірақ олар су сиырлардың жанында өздерін кішкентай кесіртке сияқты ұстайды. Егер қолтырауын байқаусызда су сиырдың территориясына кіріп кетсе, альфа су сиыр оны алып жақтарымен қысып, қалың сауытты терісіне қарамастан қақ бөліп өлтіре салады. Су сиырлар үшін қолтырауын қауіп емес, жай ғана кедергі. Жақсы, олар құрлықта қауіпті екенін түсіндік, бірақ олар өмірінің 16 сағатын судың ішінде өткізеді ғой. Демек, олар мінсіз жүзгіштер шығар. Бұл ғылымдағы ең үлкен визуалды иллюзиялардың бірі. Шындығына келгенде, су сиырлар мүлдем жүзе алмайды. Иә, дұрыс естідіңіз, олар судың бетінде қалу үшін қол аяғын қозғалтып жүзуді білмейді. Неге? Өйткені олардың денесінің массасы мен сүйектерінің тығыздығы сондай жоғары. Олар суға кірген сәтте кәдімгі ауыр тас сияқты тікелей су түбіне батып кетеді. Олардың сүйектерінде ауа қуыстары жоқ. Ендеше олар су астында қалай қозғалады? Олар жүзбейді, олар судың түбімен жүгіреді. Су сиыр өзенге кіргенде су түбіндегі құмға аяғын тіреп, нағыз космонавт сияқты немесе баяулатылған кадрдағыдай секіріп шабады. Осылайша олар су астында сағатына 8 км жылдамдықпен өте үлкен қашықтықтарды бағындырады. Бұл эволюциялық тұрғыдан өте ақылды шешім.
Африканың өзендерінде ағыс қатты болады, жүзе алатын кез келген жануарды ағыс алып кетеді, ал тастай ауыр су сиырды ешқандай ағыс орнынан жылжыта алмайды. Ол судың түбінде тау сияқты мызғымай тұра береді. Сонымен қатар, олар су астында тынысын 5 минутқа дейін ұстай алады. Олардың көздері, құлақтары және танаулары басының ең жоғарғы жағында бір сызықтың бойында орналасқан. Ол су астында тұрғанда тек осы үш мүшесін ғана су бетіне шығарып, перископ, яғни сүңгуір қайықтың радары сияқты айналаны бақылап тұрады. Сондықтан қайықпен келе жатқан адамдар су сиырдың 3 тонналық денесін көрмей, тек кішкентай танауын ғана көріп, қауіпті бағалай алмай қалады. Оның астында нағыз тірі танк жүгіруге дайындалып тұрғанын адам байқамай да қалады. Айтпақшы, 100 жыл бұрын Африкаға алғаш барған еуропалық зерттеушілер су сиырларды көргенде қатты шошыған. Олар Еуропаға Африкада күннің ыстығында денесіне су емес, кәдімгі қан терлеп шығатын құбыжықтар бар деп жазған. Шынында да, егер сіз су сиырды құрлықта күннің астында ұзақ қадағалап көрсеңіз, оның бүкіл денесінен қызыл сұйықтық ағып жатқанын байқайсыз. Бұл не нәрсе? Олар шынымен қан терлей ме? Ғылым бұл феноменді зерттеп табиғаттың тағы бір таңғажайып химиялық магиясын ашты. Бұл қан емес және терде емес. Бұл су сиырдың тері астындағы арнайы бездерден бөлінетін өте күрделі биологиялық сұйықтық. Бұл сұйықтық ауамен жанасқан сәтте мөлдір түстен қызылға, содан кейін қоңыр түске өзгереді. Ғалымдар бұл сұйықтың құрамына 2 арнайы қышқыл тапты. Олардың қызметі қандай дейсіз ғой? Бұл жер бетіндегі ең мінсіз, бір уақытта 3 түрлі пайдалы қызметті қатар жұмыс істейтін табиғи лосьон. Бірінші, күннен қорғайтын крем. Су сиырдың терісі өте қалың болғанымен ол өте сезімтал. Күннің ультракүлгін сәулелері оны тез күйдіріп жібереді, ал бұл қызыл сұйықтық күн сәулесін кері шағылыстырып, теріні күйіп кетуден қорғайды. Екінші, антибиотик, дезинфекция. Су сиырлар өте агрессивті жануарлар. Олар күнде бір-бірімен қанды төбелес жасап, терілерін терең етіп жыртып тастайды. Африканың лас өзендерінде мұндай ашық жаралар бірден шіріп кетуі керек еді. Бірақ осы қызыл тердің құрамында өте күшті антибактериалды қасиет бар. Ол жараның бетін жауып, оған бактерия түсірмей тез жазылуына көмектеседі. Үшінші, ылғалдандырғыш. Ол терінің жарылып, құрғап кетпеуін қамтамасыз етеді. Медицина ғалымдары қазір осы қанды тердің химиялық формуласын зерттеп, адамдарға арналған жаңа буын антибиотиктері мен күннен қорғайтын кремдер жасауды жоспарлап отыр. Біз су сиырлар тек суда ғана өмір сүреді деп ойлаймыз, бірақ күн батып, түн түскенде олардың екінші өмірі басталады. Олар судан шығып, тамақ іздеу үшін құрлықта 10 шақырымға дейін жүреді, және дәл осы түнгі уақытта олармен құрлықта кездесу өліммен пара-пар. Сіз бұл семіз, аяқтары қып-қысқа жануардан оңай қашып кетемін деп ойлауыңыз мүмкін. Бұл адамдардың өмірін қиятын ең үлкен қателік. Орташа статистика бойынша адамның бар күшімен жүгіргендегі жылдамдығы сағатына 15-20 шақырымды құрайды. Ал салмағы кішігірім жүк көлігінде болатын су сиыр құрлықта сағатына 30, тіпті 35 шақырым жылдамдықпен шабалады. Ол сізді оп-оңай басып озады. Егер су сиыр мен өзеннің арасында тұрып қалсаңыз, ол сізді қауіп ретінде емес, кедергі ретінде көреді де үстіңізден жай ғана жаншып таптап өте шығады. Олардың агрессиясының ешқандай шегі жоқ. Олар территорияны бақылаушы жануарлар, тіпті кішкентай баласы бар аналық су сиырлар жақын келген пілге де, мүйіз тұмсыққа да бірінші болып шабуылдай береді. Жануарлар әлемінде шөпқоректі және етқоректі, яғни жыртқыш деген нақты шекара бар. Біз су сиырларды тек шөп жейтін жануарлар қатарына жатқызамыз. Олар күніне 40 келіге дейін шөп жейді. Бірақ соңғы жылдары зерттеушілер бұл шекараны бұзған сұмдық кадрларды таспаға тартып алды. Су сиырлар ет жеуге көшкен. Олар тек киіктерді, зебраларды ғана жеп қоймай, тіпті өздерінің қандастарын жейтін каннибализмге дейін барған. Ғалымдар өліп қалған су сиырдың денесін оның топтастары, басқа су сиырлар қоршап алып, жолып жеп жатқанын бірнеше рет тіркеді. Бұл қалай мүмкін? Шөпқоректі жануар неге жыртқышқа айналады? Мұның бірнеше ғылыми себебі бар. Құрғақшылық пен стресс. Африкада құрғақшылық болып шөп қалмаған кезде су сиырлар аштықтан аман қалу үшін кез келген ақуыз көзіне, соның ішінде өліктерге бас салады. Минералды аштық. Олардың организміне кейде кальций мен тұздар жетіспей қалады. Сол кезде олар сүйек пен қаннан қажетті витаминдерді іздейді. Ауру, Сібір жарасы. Ең қорқыныштысы, су сиырлардың осылай өз қандастарын жеуі Африкадағы ең үлкен жануарлар пандемиясына әкеледі. Өліп қалған су сиырлардың қанында Сібір жарасы бактериялары болса, оны жеген ондаған су сиыры бірден вирус жұқтырып, бүкіл популяция қырылып қалуы мүмкін.
Яғни олар тек шөппен ғана қоректенбейді. Қажет болған жағдайда олардың 180 градусқа ашылатын аузы мен жарты метрлік тістері кез келген етті паршалап тастауға дайын тұрады. Міне достар, біз бүгін бала күнімізден санамызға сіңіп қалған сүйкімді, мейірімді бегемот туралы иллюзияны біржолата жойдық. Табиғаттағы ең қауіпті нәрсе алдамшы сыртқы келбет. Су сиырлар эволюция барысында баяулық пен жалқаулық маскасын киіп алып, шын мәнінде құрлық пен судың абсолютті, ешкімге бағынбайтын қожайындарына айналған. Олардың қанды терісі, 30 шақырым жылдамдықпен шабатын денесі және қолтырауынды екіге бөлетін жақ сүйектері биоинженерияның мінсіз қаруы. Арыстандар саваннаның патшасы деп аталғанымен, олардың өздері өзенге жақындағанда су сиырларға бас иеді. Сізді бұл фактілердің ішінде ең қатты таңғалдырғаны қайсысы болды? Олардың су астында жүзе алмай жүгіретіні ме, әлде қан терлейтіні ме? Пікірге міндетті түрде жазып кетіңіз. Егер бұл видео сіздің дүниетанымыңызды өзгертсе, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Бұл айтпақшы арнасы. Бізбен бірге беймәлім әлемнің есігін аша беріңіз.